Павлодарға ерікті түрде көшкен жерге қаражат беріледі екен, иә? Сол туралы айтып берсеңіз. Бұл бағдарлама ерікті түрде қоныс аудару бағдарламасы негізі 2017 жылдан бастап іске асырылып келеді. Әрбір адам көшіп келем десе, оңтүстіктен Астана қаласынан болсын 275.240 теңге. Бұл 2025 МРП-мен санағанда 70 МРП болып тұр. Мысалы, отбасыда 5 адам болса, әрбір үйдің адам санына беріледі ғой. 275 мың беріледі. Бір реттік жол жүру қаражаты, және үйді жалға алам десе, мысалы қалалық жерде ай сайын 75 мың беріледі, ал ауылдық жерде 58 мың беріледі. Қанша уақытқа дейін беріледі? Бұл бір жылдың ішінде беріледі. Бір жыл пәтер ақы төлеп береді, иә? Одан бөлек үй алам десе ше? Одан үй алам десе, мемлекет тарапынан 4,5 миллион теңге сертификат беріледі. Мысалға айтайық, үйдің бағасы 8 миллион болса, 50% бұл 4 миллион беріледі. Ал егерде үйдің бағасы 15 миллион, 20 миллион болып жатса, 4,5 миллион бұл максималды сума. Түсінікті. Енді жұмысқа орналастырып береді? Жұмысқа орналастырамыз. Еңбек KZ сайтына кіріп, қандай вакансиялар бар, сол жерден қарауға болады. Кез келген мамандық иелері бара бере ма? Жұмыссыздар да бара бере ма? Міндетті түрде мансап орталығына барып, жұмыссыздыққа тіркеуге тұру керек. 3 күннен кейін статусы шыққаннан кейін еңбек.kz-те вакансияларды қарауға болады. Және көшем деген азаматтарға Migration деген портал арқылы заявкаларды тапсыруға болады. Қандай талап бар? Міндетті түрде көшіп келгеннен кейін 5 жылға әлеуметтік келісім шартқа қол қоямыз. Ал сол 5 жылдан кейін мысалы сатып алған үйі өзінің атында бола ма? Әрине, сразу енді үйді аударған кезде договор жасалынады ғой.